Армысыздар, бармысыздар құрметті тыңдарман. Жаңа қосылған тыңдарман болса, каналға тіркеліп қойыңыз. Жалпы көрсеткіш бойынша тексерсек, көптеген тыңдармандар каналға тіркелмей, лүпіл баспай, пікір жазбай, тек тыңдап шығады екен. Оған да мақұл. Дегенмен, бір нүктені баса салсаңыз, біздің каналдың әрі қарай жұмыс жасауына үлкен мүмкіндік беретініңізді қаперіңізге саламыз. Ал мархабат. Жеңіскүл Тұрсынбаеваның телеграм каналдарына да жазылуыңызға болады. Ол жақта ақылы бір ғана 1000 теңге төлеп қаншама керемет әңгімелерді бөлімдерін бөлмей, тұтастай оқып шығуыңызға мүмкіндік бар. Ал біз бастайық. Жеңіскүл Тұрсынбаева. Тоқал азабы. Өмірден алынған. Емханаға түскеніме 2-ші күн болды. Жүрек талмам ұстапты. Бөлек палата даярлап, дәрігерлер зыр жүгіріп жүр. Ота жасамаса болмайды, отаға әзірленіңіз деп түсіндіріп жатыр. Кімнің пышаққа ілінгісі келеді? Қатты уайымға салындым. Сіз уайымдамаңыз. Медицина дамыған, кардиологтар асқан шебер, дейді мені бақылауына алған дәрігер. Ағзаңызды дайындаймыз, анализдеріңізді аламыз, сараптама жасаймыз деп шығып кетті. 3-ші күн дәлізде әрі-бері жүргенмін. Ауа жетпей демігіп кеттім. Ақырындап ауа жұтайын деп балконға шықтым. Бір ер адам отыр екен, амандастым. Салқын көзбен сынай суық қарағанынан сескеніп, тез өз бөлмеме келдім. Дәрігерлер екпе-екті, тамырыма система салып, біраз әбігерге түсті. Сіз көбірек серуендеңіз, біздің бақша тамаша, сізге жүру керек. Ол да ота алдындағы дайындыққа жатады деп жымиды дәрігер. Ота дегеннен үрейім ұшып тұрса да амал жоқ, көнуім керек. Кешке қызым мен күйеу балам келіп біраз серуендедік. Палатаға көтерілдім, байқаймын. Бағанағы балконда отырған еркек әлі отыр. Алысқа көз жүгіртіп, ойға кеткен тәрізді. Қабағы қатыңқы. Сыртынан қарап тұрдым да жанына бардым. Жас шамасы 60-тан асып қалған ер азамат. Өңі сұп-сұр, денсаулығы біраз мазасын алып тұрғаны көрініп тұр. Қайырлы кеш, дедім. Үндемеді, басынды иземеді, жақтыртпай алара қарады. Сіз неге сәлем алмайсыз? Дедім мен де тіктене қарап, көзімді алмай ашуым келіп. Мен науқаспын. Деп алдына қарады. Әрине науқассыз. Денсау адам осы жерде отыра ма? Мен де науқаспын. Дедім ашуым келіп. Ол басын бұрып маған тесіле қарап, неге маған жабысып қалдың? Науқас болсаң барда жат бөлмеңде. Деді, зілді дауыспен. Сізге жабысып тұрғам жоқ. Бірталай жасқа келсеңіз де адами қасиет дегенді білмейді екенсіз. Амандық сұрасып қал біліскенде тұрған не бар? Тезірек сауығып, бұл жерден кетіңіз. Деп жылағым келіп бөлмеме кеттім. Мен бір жұқпалы ауруым едім. Кардиологияда бәрі жүрекпен жатпай ма? Неге зіркілдеп сөйлейді? Тәкаппар жан екен. Әлде дертінен қорқып қатыгез болып отыр ма? Аллам, шипаңды бере көрші сол пендеңе. Деп ішімнен өкпелеп жатсам да тілеу тіледім. Ер адамдар ауруға шыдамсыз боп келеді ғой. Деп өкпемді басып ұйықтап кеттім.
Таң енді атып келе жатқанда ол кісінің балконға шығып бара жатқанын көзім шалды. Емдік шараларымызды алып, таңғы асымды ішіп болып бақшаға шықтым. Біраз серуендеп, басқа науқастармен әңгімелесіп, ойым бөлінді. Бірі мен сияқты отасын күтіп жүрсе, бірі жасатып болып ем шараларын алып жатыр екен. Балконда қақиып отырған сол еркекті де байқап қоям. Анау кісі бір түрлі екен, дедім қасымда отырған келіншекке. Тоқпала ашпаламен ойнамайды. Ол бір дөкей, бізді не қылсын? Отасын жасатып алған келіншек сыбырлап: қандай дөкей болса да, міне 10 күн болды, жана адам оны іздеп келмейді, ешкім халін сұрамайды. Ой, ол кісі сәлем де алмайды. Өзі жолатпай отырған болар, қасына барып амандассаң аларып қарайды, жақтырмайды, дедім. Я, мінезі шатақ көрінеді, кейде дәрігерлерге де айқайлап жатады. Мен науқаспын деп ауырғаным міндетсінеді. Мына жерде сау адамдар ерігіп жүргендей, деді тағы бір келіншек қабағын түйіп. Алыстан балконнан қарап отырған еркекті анық көріп отырмыз, әбден сөз қылдық. Қасымдағы әйелдер де біраз дөрекі сөз естігендерін айтып реніштерін білдірді. Менің жаным ашығандай болды. Ол бекерге өкпелемес деген ой келді. Арада бір апта өтіп, ертең ота дегенде тіптен мазам кетті. Ұйқым жоқ, дәлізге шықтым. Ары бері жүрдім. Балконға бардым. Ешкім жоқ екен, таза ауаны кеңінен жұтып, сол жердегі орындықтарға отырдым. Балаларымды ойлап, аздап таусылып жылап талдым. Отадан оянбай қалсам, балаларым әлі жас. Қызым енді тұрмысқа шыққан. Қамқорлық керек, отағасы менсіз не күн кешеді деген ойлар келгенде тіптен солқылдадым. Сізге бұлай таусылып жылауға болмайды деген дауысқа жалт қарасам, сол кісі. Таң қалдым. Ертең ота деді ме? Деп мейірлене қарады. Мен басымды изедім. Сөйлейін десем, көмейімде өксік. Дәрігерлер мықты, шеттерінен қасиеттері бар шебер мамандар. Құдайым оларды іріктеп осында әдейі әкелгендей, деді аузын толтыра зор дауыспен. Мен одан артан қалдым. Не деген сөздер айтты, бұл кісі дәрігерлерге риза екен ғой, деген ойда келді. Анау медбикелер бар ғой, шеттерінен періште. Адамды сипап жазама деймін кейде, деді қасыма отырып. Мен аң-таңмын. Мүлдем басқа адам. Ризашылығы бар, түсінігі бар адам болып отыр. Бұл емханада мен 3 рет өлім аузынан аман қалдым, деп қабағын жоғары көтерді. 3 мәрте дегенді неге айтқанымды өзім түсінбедім. Иә, алғаш жол апатына түсіп жүрегіме бірдеңе болып осы жерге әкеліпті, деп саусақтарын жыбырлатып бет аузын қисайтты. Дедім иегімді көтеріп. Содан аман қалып өз жөнімен кеткем. Күтінуді білмейміз ғой. Есімнен танып, 2-ші рет тағы келіппін. Ота жасап тазалап берді. Содан 4 жыл жүрдім. Тағы сол. Деп мойнын қисайтып, алақанының сыртымен шақ еткізіп, тамағының астын ұрып, көзін қисайтып, таңдайын тақылдасты. Ол не? Дедім түсінбей. Ой, қу арақ. Ішімдік, ол аз болса диета қайда, мен қайда. Жазылдым деп соға бердім. Ақыры тағы өліп келдім осында. Мен ажалдан 3 мәрте суырып алды, деп тістерін ақсита күлді. Мен көзім бақырайып қарап отырып, ауру сіздің жаныңызға батпаған, жүрегіңіз ауырса да сол жүрек сізге сездірмеген, қорықпағансыз, дедім демігіп. Ауырды ғой, қарағым, ауырды, батты, қорқытты.
Бірақ мен өзім кейде өле салғым келіп әдейі де жасадым. Дейді. Бәсе, өмірге өкпесі бар екен-ау деп ойлап сұрақ қойдым. Сені өткен жолы ренжіттім, кешірім өтінем. Ол менің иттігім. Сен айтпақшы бірталай жасқа келсем де, адами қасиетті дұрыс ұғына алмадым. Дос дегенім қас болып шықты. Жан ашиды деген жан керісінше жау болды. Осы жасқа келгенше көп сүрініп, көп шатастым. Шалыс бастым, барымнан айырылдым. Ол айырылғаным абыройым, берекем еді. Мен өзім бағалай білмедім. Бала-шағаның алдында ең бірінші беделің болу керек екен. Ал байлық, ақша ол қолдың кірі. Береке әкелмейді. Деп күрсінді. Сізді ауқатты, беделді деп естіп едім, дедім. Бәрі ақшаның күші. Болмаса мені адам, тұлға деп құрметтеп тұрған ешкім жоқ. Ал мен адам емеспін бе? Мүмкін сіз қателесіп отырған боларсыз. Бұл емханада бәрі сіздің кім екеніңізді біле бермейді ғой. Мысалы, мен сіздің кім екеніңізді білмей амандасқам. Сіз кірпіге айналдыңыз. Дұрыс айтасың. Мен күйіп қалған адам, әсіресе әйелдер қауымына келгенде кірпімін. Әйелдерге келгенде тікенектенетінім бар. Әйелден неге күйдіңіз? Келіншегіңіз тастап кетті ме? Жоқ. Келіншегім керемет жан. Мен өзім құрыдым, ұрындым, ақмақ болып адастым. Айтқыңыз келмей ме? Кеш болды, саған тынығу керек. Ота өткен соң талай әңгімелесеміз. Қазір демалайық. Деді мейірлене қарап. Жақсы, сіз уәде беріңіз, менімен әңгімелесем деп. Мен әңгімеңізді күтем. Дедім күліп. Уәде, сен отадан шық. Сосын мен өзім палатыңа барып алып, аузымды жаппай, өз тағдырымды айтып берем. Деді ол кісі де күлімдеп. Қабағы ашылып, басқа қырынан көрінген науқас ағайға біртүрлі ішім жібіп қалды. Бөлмеме келіп сол ой шырмауыммен жатып, еркін терең ұйқыға кеттім. Ертесі алдымен дәрігерлер күлімдеп кіріп, жылы сөздерін айтып кетті, сосын ота залына қозғалатын төсекке жатқызып сүйреп апарды. Үлкен лампалар бетіме түсіп, бетіме кигізген маскадан терең тыныс алып, 1, 2, 3, 4, 5 деп жатып ұйықтап кетіппін. Ота сәтті аяқталып, 6 сағаттан соң есімді жидым. Қайта өмірге келуіңізбен? Деп дәрігер күлімдеп қарап тексеруін бастап кетті. Бірнеше күн жаныммен арпалысып әйтеуір өз-өзіме ақырындап келе бастадым. Жансақтау бөлімінен жеке палатаға келді. Дәрігер тексеріп болған соң, сізге қозғалу керек. Орныңыздан тұрып жүруге тырысып көріңіз, деді. Ауырсынсам да қозғалуға тырысып жүрмін. Мұқият қадағалап, дәрігерлер жан таптырмай 1 апта алысты. Енді өзім қозғалатын болдым. Сол уақытта әлгі ағай туралы ұмытып кетіппін. Ақырындап дәлізге шығып балконға қарағанда ағай есіме түсті. Бір медбикеден сол кісіні сұрап едім. 2 күн болды, ағай комада жатыр. Анау апай келіншегі, деп дәлізде отырған жас шамасы 60-қа таяп қалған мұңды келіншекті көрсетті. Апайдың қасына келдім. Амандасып жөнімді айттым. Апай сәл басын изеп, сондай мұңды жанармен ойлана қарады. Есін жиса жақсы болар еді, деді терең күрсініп. Тәуір болып кетер, бұл жердің дәрігерлері мықты, дедім, сәл де болса үміт сыйлағым келіп. Дәрігерлер мықтысын мықты, шетінен шебер, бірақ отағасы осы өмірге оралғысы келмейді-ау, деді ойлы көзбен еденді тесердей қадалып. Не айтарымды білмей қасына отырдым. Біз көп жыл болды бірге тұрмаймыз.
Ағаң мені балаларыммен қалдырып, өзі жас тоқалмен бөлек кеткен. Рас, бізді бақты, қақты, керемет үй салып берді. Үлкен ұлға жеке пәтер де әперді. Үлде мен бүлдеге бөледі. Ағаң мықты жерде қызмет жасады, тіреп тұрды. Ортақ 2 қыз, 1 ұлымыз болған. Сол кездерде бір түрлі уақыт ба, заман ба, адамдар есіретін болып кетті. Баршылық, тоқшылық, біз шалқып кеттік. Араласып жүрген ортада солай болды. Ананың байы тоқал алыпты, мынаның байы тоқал алыпты деп жатты. Сол күн маған да жетті. Мен еш қарсылықсыз көндім. Өзім араласып жүрген әйелдерден қай жерім артық, олар да көнді ғой дедім. Жас иіс құшқым келген екен, асырай алсаң ал дедім. Оған көнбесем отағасының қоятын түрі жоқ еді, еліріп жүрді. Ол тоқалын алды, тіпті дүркіретіп тойда жасады. Кенже қызыммен жасты болды. Сол кезде тоқалы жаңа 18-ге толған. Өзі 49-да еді. Біз отбасын құрып бірге тұрғанымызға 24 жыл болған кез еді. Ұлым 22-де, 2 қыздарым 20-да және 18-де болған. Мен отасқалы бері жұмыс жасамадым. Ағаң жұмысқа шығармады. Бірінің артынан бірін 3 бала көтеріп, балаларымды өсіріп, үй шаруасымен үйде отырдым. Солардың мектебі, оқуы деп жүріп, балалардың өсіп кеткенін де байқамаппыз. Уақыт тоқтап тұрмай балалар өсіп, үлкен қыз тұрмысқа шығып кетті. Әкелерінің жаңа өміріне балалар басында біраз ренжіді. Кейіннен әкелері барды үйіп төгіп тұрған соң олар да көнді. Біз қатарлы отбасылар бар болған соң тез мойынсынуды, тіпті солай болуға тиіс деп те қабылдады. Орта сондай еді. Есірген, құтырған заман. Араласқан отбасыларымыздың біразы тоқалды болып жатқан. Тіпті тоқалдары балалы да болып, араласып, мақтанып жүргендер де бар. Ренжісіп араласпай кеткендері өте сирек болса да білдіртпей жарқырап жүретін. Талай әйел жылап, жер тепкілеп, түнді таңға жылаумен күйініп, атырып жүрсе де, сыр білдірмей өмір сүрді ғой. Отағасы тоқалын алғанда басында мені бәйбіше деп құрметтеп, бұрыннан араласып жүрген жерге қолтықтасып барып жүрдік. Сосын уақыт өте мен жолда қала бердім. Жас тоқалы менен алыстату амалдарын жасады. Жастың аты жас. Ағаң барша той томалаққа тоқалын жарқыратып киіндіріп, мақтанышпен ертіп апаратын болды. Менің бауыр туыстарым ренішпен біраз сөз қылып отағасымен араласпады. Кейіннен мен үшін үндемейтін болды. Араға 3 жыл салып күйеуім ұлды болды. Елубай өмірге келді. Ағаң 53 деді. Ағаң бізден тіптен алыстады, шетелдетіп жиі кететін болды. Демалыс уақытында айлап шетелден келмейтін, келсе де бізбен шаруасы болмады, тек ақшамен қамтамасыз ететін. Сөздің шыны керек, қамқорлығын үзбеді. Бір күн кешіктірмей бізге бөлген ақшасын беріп жіберіп отырды. Ағаң шетелде жүргенде ортаншы қызым күйеуімен жол апатынан қайтыс болды. Хабар жетсе де жерленгеніне де келмеді. Кейін келгенде 40-ына қатысып, сосын аяғын баспады. Тұла бойы тұңғышы қызына ол күйінбеді. Өзім күйініп қанша жыласам да қайғыммен бөлсер, жан таба алмай, азаптансам да оның алдына бас ұрып бармадым. Ағаң жас тоқалынан есі кетіп бәрін ұмытты. Қуыршақта етіп киіндіріп, жап-жас тоқалды иеленіп жүргенін бақыт санады. Тек тоқалының қабағына кірбең түспесін деп қызғыштай қорыды. Күйеу баламның отбасы үлкендері жоқ жастар еді. Күйеу балама көмектесіп қамқор болар үлкендері жоқ болған соң мен қолдау беріп, 2 жиенімді қолыма қалдырдым.
Енді маған көмектесер жан жоқ. Ұлым өзімен өзі, кіші қыз Ерке, екеуінде мейірім жоқтай болып кетті. Казинолар қаптап, ұлым судан шықпайтын болды. Ұтқызбағаны қалмады. Қарызға кіреді, жұмыс жасамайды, тіл алмайды. Ағаңа айтса мені тыңдаудан қалды, тіпті боқтап қуып шығатын болды. Кенже қызым әкесіне өте жақын болған. Әкесімен көшіп те кеткен еді. Қызымыз жас тоқалмен ренжісе беретін болған соң әкесі жеке пәтер әперіп еркіне қоя берді. Қызымды да неше үйге шақырып, қасымда бол деп жалындым. Көнбеді. Әкесі қызына ақшаны аямады. Ақыры қызым нашақор болды. Мені тыңдайтын адам жоқ. Екі немереммен алысып үйде қалдым. Күйеу балам шамасы келгенше көмектесіп жүрді де, кейін үйленіп бізді ұмытты. Арада 7 жыл өткенде ұлым жоғалып кетті. Зар қақсап көп іздедік. Басында күйеуім қатты уайымдап іздеу салды. Кейіннен іздемейтін болды. Мен барынша іздедім. Таппадым. Қызым нашақор, бірде ес бар, бірде ес жоқ өмір сүруде болды. Қарасам күннен күнге адам қатарынан кетіп барады. Қамқорлық жасамасам құритын түрі бар. Анашадан өліп қалған талай жастарды естіп қорқып, уайымдап жүрдім де, ақыры қызымды зорлықпен емханаға жылап, еңіреп жүріп жатқыздым. Ұзақ емделді. Сол аралықта ағаң жол апатына ұшырады. Көп азаптанып әйтеуір аман қалды. Емханадан шыққан соң жас тоқалы қоя ма? Біресе анда, біресе мында сүйреді. Шетел асып та келді. Екінші мәрте жүрек ұстады. Содан кейін тоқал өзгеріпті. Мен оны білмеймін. Ұлымды іздеумен, қызымды емдеумен, және немерелерім бар таршылықты көре бастадым. Ағаң ақшалай көмек беруді тоқтатты. Күйеу балам басқа қалаға көшіп кетті. Сонымен жалғыз қалдым. Қайта басым істеп, уыстап ақша ұстап жүргенде мал баққан туыстарыма ақшалай көмек беріп, қайтарымы мал болсын дегенім абырой болыпты. Бірін сатсам, бірін сойып азық жасадым. Алтын, норка, тәуір киім дегендерді баяғыда сатып жібердім. Қызым емханадан шыққан соң үйді сатып, бірден ауылға төркініме кеттік. Қызымды мына ортадан алып қаштым. Бізді іздеп уайымдаған ағаң болған жоқ. Ұлым үшін ағаңа қатты өкпеледім. Ол ұлымды іздемеді. Ұлым сол бойы хабарсыз. Ал мен үмітімді үзбедім. 4 жыл өте шықты. Ауылдан шағын үй сатып алып, қызымды жұмысқа орналастырып, өзім 2 немереммен отырдым. Олардың сабағы бар, тамағы бар дегендей. Балалардың жәрдем ақысымен қызымның аз ғана айлық ақысын үнемдеп, 1 айдан екіншіге жеткізіп отырдым. 1 жыл болды, мен де зейнетке шықтым. Біраз жақсы болып қалдық. Заман өзгерді, казинолар жабылып, ақша тігетін ойынханалар басқа қалаға көшірілді. Жоғарыдағылардың талайлар орындарынан түсіп, талайлары кетіп жатқанын, ағаңның жұмысы да болмай жүргенін сырттай естіп жүрдім. Міне осыдан 2 күн бұрын ағаңнан хабар келді. Келгім келмеген. Бірдеңе жетектеп әкелді. Содан отырмын міне, мөлиіп, есіктің көзінде. Ағаң жұмыстан босап қалған күні тоқалы ел ауып тастап кетіпті. Ұлым деп жүрген баланың ДНК нәтижесін бақырайтып үстелдің үстіне қойып кетіпті. Ешқандай да ағаңның ұлы емес екен. Тоқалы сататын дүниені сатып алатынын баяғыдан алып қойған екен. Жер шұқып ағаң қалыпты. Ішіпті, одан қайта жүрек ұстапты, емханаға түсіпті. Бұны үй жинайтын әйел айтып берді. Есін жиысымен дәрігерлерге неге құтқардыңдар, мен өлгім келген деген сөзді айтқан екен.
Оны бағана ота жасайтын дәрігер айтты. Емге беріп отырған бар дәрін ішпепті, қалтасында домалап жатыр екен. Шешіндіргенде еденге төгіліпті, деді күрсініп. Апайдың көзінен бір тамшы жас тақпады. Күйіне шыққан салқын дауыспен асықпай айтып отыр. Әңгімені осылай аяқтап тек бедірейіп үндемей отырып қалды. Қолын жанқалтасына салып жазуы бар парақ шығарып. Мынау хат сізге деймін, деп маған ұсынды. Таң қалып хатты ашып оқсам. Қарындасым, мен уәдемде тұра алмадым. Сенімен сөйлесе алмайым. Мен сен ойлағандай жақсы адам емеспін. Мен адам қадірін кеш түсінген бейбақпын. Қайран менің айрандай ұйыған отбасым, қайран менің ақылды жан-жарым, ерке қыздарым, сотқар ұлым. Мен сорлы жаман болғаным соншалық әйеліме ұлымның өліп қалғанын да айта алмадым. Ұлым қарыздарын төлей алмай ұсталды, азаптанды. Менен көмек сұрады, мен оңбаған ұлымның қарызын төлемедім, қырсықтым, біраз қиналсын көрсін дегем. Олардың ұлымды өлтіреді деп ойламадым. Біраз қырсыққан соң есімді жиып енді төлеймін дегенде ол өліп кетті. Соны мен әйеліме айта алмадым. Ұлымды жасырын көмдім. Мен итпін, адам емеспін. Қызымның да жаназасына келмедім. Келуге болатын еді, тоқалымды шетелге жалғыз тастап кеткенге қызғандым. Тоқалым барым, жаңа туған балам, жаңа өмірім дедім. Тоқалдың жастығына мас болғаным соншалық бәрін ұмыттым. Ол да жаным күнімде үзілердей болып жүрді. Алдымда бір бұраң етсе есімнен тандым. Айналып толған қанына балқыдым. Өзімді бір керемет жанмын деп есептедім. Қатар достарымның қасында менің тоқалым ең жас, ең көріктісі еді. Басқалары қызыға да қызғана да қарайтын маған. Қор қызының аруын қайдан таптың десе шаттандым. Тоқалымды аспандатып айтқанын орындадым. Тілін алдым, ол өте ақылды болып көрінді. Өте сауатты, мықты болды. Бала да тапты, жұмысын да істеп жүрді. Біз жүрген ортада тоқалымды біраз адамдар бағалады, бас иді. Мен соған риза болдым. Балаларыммен де тіл тауып жүргендей болды, сөйтсем, керісінше оларды құртып жүріпті. Әсіресінде қызымды анашаға тәуелді еткен сол екен. Қызым айтқанда сенбедім. Ұлымды да казиноға қызықтырып сол жолды көрсетіп өзінің дос сымақтарына қосқан тоқал екен. Оны ұлым өліп қалған соң білдім. Мен көр соқыр болып қатты қателесіппін. Менің тағдырым адам тыңдарлық тағдыр емес. Бар тілерім артымда қалған әйелім аман болып, анау жиендерімді жеткізіп, қызымды адам қатарына қосса, мені кешіргендерін тілемейм, сұрамайым да. Мен оған лайықты емеспін. Ұлым көмілгендей мені де ортақ молаға тастай салса жетеді. Өзіме де сол керек. Ұлым 874-ші белгі. Маған да сондай белгі қоя салар. Қарындасым, ең құрғанда саған айтып кетейін. Адам адасамын десе оп-оңай адасады екен. Қайта жол таба алмай құзға құлай береді екен. Көмек беріп қол созған жақындарың сені естімейді, көрмейді екен. Мен жақсы адам болсам, қасымда бір досым болса да демеу беріп қалар еді. Досым жоқ. Ал және жарымның мен үшін азаптанғанын қаламаймын. Ол онсыз да менің кесірімнен көп қиындық көрді. Менің ойымша, мен кетсем оған аз да болса жеңіл болар. Ол мені бәрібір уайымдап жүреді, хабарымды біліп іздеп тұрады. Мен кетсем ол тынышталар. Шыны керек, мен әйелім қандай, не болып жатыр білмеймін.
Мен өлген соң не болады, оны да білмеймін, жай оттап жазып отырмын. Оның жанын түсіну қайда маған. Саған, қарындасым, мына жаңа өміріңде, қайта туылған өміріңде, тек отбасыңмен бақытты бол дегім келеді. Шаңырағыңды шайқалтпай, еріңе жүген салып тартып отыр. Әйел адам ақылды әрі сәл қатал болу керек пе деп ойлаймын. Дұрыс түсін, мен қателігіме әйелімді кінәлаудан аулақпын. Жоқ, әйелімді кінәламайым. Керісінше, мен оның алдында өте кешірілмес күнә жасадым. Кешірмейтінін де білем. Ол аман болсыншы. Мен сол жан жарымды жылатқаныма қатты өкінем. Ұлымды айта алмағаныма өкінем. Қалай айтам? Айта алмайым ғой. Жан жарым ұлымды құтқар деп қанша айтты, тыңдамағаныма күйінем, сол үшін өмір сүргім келмейді. Деп жазыпты. Хатты оқып болып, аң-таң болып қалдым. Басымды көтере алмай, төмен қарап отырып, апай, сіз оқыдыңыз ба? Дедім. Апай басын изеді. Бірақ жыламады. Тас болып отыр. Не дерімді білмей біраз тұрып қалдым. Маған қалдырған екен деп оқыдым. Отағасы менің келетінімді білмеді ғой. Хатты бергенде саған жазғанын білмей оқыдым. Деді мұңды зәрлі дауыспен тістене. Апай, мен ағамен отаның алдында анау балконда сөйлескенбіз. Ол кісі менің қиналғанымды көріп, сөзбен демеу берді. Деп едім, апай қолын көтеріп, қызым, еш ақталма. Мен бәрін түсініп отырмын. Дәл қазір мен кімді жоқтарымды білмей отырмын. Тірі жатқан байымды ма? Әлде қай жерде көмілгенін білмейтін ұлымды ма? Деді безеріп. Сол аралықта палатадан медбике жүгіріп шықты, дәлізбен жүгіре жөнелді. Апай орнынан тұрып есікке беттеді. Дәрігерлер де жетіп келді. Бітті. Кетті. Деп апай есік тұстап тұрып қалды. Дәрігерлер аппаратты шешіп ағайдың бетін жапты. Баламды қайда көрдің? Ұлым қайда жатыр, неге айтпадың? Неге жазып кетпетін, кететін жағыңа сен, деп апай талып кетті. Дәрігерлер апайды тасымалы төсекке салып, тез жансақтау бөліміне алып кетті. Бұл уақиға дәл өзім қиналып жүргенде ота жасағанда болғаны. Маған да ауыр тиді. Бірталай қиналдым. Апайдың туыстарына хатты бердім де, оқымай апайға берулерін өтіндім. 874 белгімен ұлын тауып белгі тас қоюларын өтіндім. Ұлының моласын табар деп ойладым. Апайдың маған ағаң деп сөйлегенде ауыр тиді. Ол кісіні түсінем, ол әйел өз күйеуін өзінен алыстатып сөйлет, бірақ маған жақын қылып сөйлегенін түсінбедім. Ерінен безіп отыр. Жамандығын көріп отыр. Сонда да бір үмітпен қатты итеріп отырған жоқ. Тастап кетіп те қалмады. Апай ауруханадан 2 күн ем алып, сосын шыққан соң ағайды арулап көмді, жөн жосығын жасады, бірақ апайдың көзінен бір тамшы жас шықпады. Қатыңқы қабақ, суық көзбен бозарып тұрыпты. Баласының қайда жатқанын біле алмады екен, хат арқылы 874 белгіні тапты екен. Оны мен білмедім. Тауып белгі тас қойып, Құран бағыштап жүрген болар. Неткен қиын тағдыр. Кешегі күні беделді, абыройлы, үлгілі отбасы еді, бүгін. Сонда адам өз өмірін талқан етем десе, демдеген ғой. Абырой. Біз сол абыройды қазіргі уақытта қалай қабылдаймыз? Бай болсақ, бар болсақ, асып тассақ, шашылып көрсеткіміз келеді, жарысып елден қалғымыз келмейді. Басқалар тоқал алса, тоқал алып, джип мінсе, джип мініп, ерекше үй салып тұрса, одан да мықты заманауи қымбаттырағын сатып алып, жарысып жатқан байлар. Қарапайым халықта сондай болып барады. Тырбаңдап біреуден озу, жеткізбеу,
атын шығару, атағын шығару, сансыз мешіттер салуда сәнге айналды. Аталарының атымен мешіттер атайды. Олар ойланбайды. Сол атасы кезінде Құран оқыды ма? Жоқ па? Көшеге де өз есімдерімен атау қойылып, ол да терең қазбаланып тексерілмейді. Ақша болса болды, аталады, қойылады. Не болып барамыз? Кім болып барамыз? Тоқал алсаң да тектілігіңді ұмытпасаңшы. Қанша жас иіс болып тұрса да еркек екеніңді ұмытпа. Жас тоқалдың аяғына жығылма, екі шаңырақты тең ұста. Балаларыңды бірдей жақсы көр, бір-біріне жақындат, мықты болсаң тоқалыңды бірге үйге ұста. Қызмет жасасын, күтсін, бәйбішеңнен өнеге алсын, орнын білсін. Тоқал екенін ұғынсын. Әйтпесе сенікі отбасыңа жасаған опасыздық болады. Оған шаман келмей ме, онда бір жеріңді қыс. Қазіргі тоқалдар бұрынғының Олжаны мен Айғызы емес. Қазіргі тоқалдар не тоқал болып орнын білмейді, не бала тәрбиелемейді, не туыстық қарым-қатынасты ұқпайды. Қазіргінің тоқалдары олар қаншайымдар. Олар жастығымен, сұлулығымен аспан тіреп тұрғандар. Кисем, қыдырсам, шалқып жүрсем дейтіндер. Ал 50-ді алқымдап естерінен айырылған еркек сымақтар, тоқал алғыштар. Ойланыңдар. Тоқалдың да тоқалы бар. Екінші әйел алғың келсе, ұрпақ жалғастырар, от жағар, қызмет істеп, қадірлейтін текті тоқалдар табыңдар. Ондай тоқал табу оңай емес. Екі отбасын мойныңа көтермес бұрын өзіңді тәрбиеле. Байлық, ақша, дәулет қолдың кірі жуылады, жоқ болады. Азамат әр қадамын мың ойланып, 100 толғанып жасау керек. Еркек болып жаратылған соң, отбасын құрып, бала сүйген соң, мойнына артылған үлкен жауапкершілікпен қатар сол адамдардың тағдыры да сенің мойныңда екенін есіңнен шығарма. Сен біріншіден еркексің, ерсің, отбасыңның тіреуші тірегісің. Табыс таптың ба? Міндетсіме. Көп таптың ба? Есірме. Аз таптың ба? Кейіме. Ал тоқалға келгенде ұзақ ойланып барып шешім қабылдау керек. Ұрпақ тағдырына салғырт қарау ер азаматтың ісі емес. Соны ұмытпа. Әңгіменің соңы. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.